Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ашытқыдан грissini дайындайтын боламыз. Тіске басарға, балаларға жеуге өте дәмді нанның бір түрі. Ол үшін бізге белсенді түрде тұрған ашытқы қажет болады. Таразымен 100 грамм ашытқыны өлшеп аламыз. 100 грамм су, 100 грамм сүт, 5 грамм тұз, 10 грамм қант. Барлығысын жақсылап араластырып аламыз. Және 350 грамм ұн қосып, жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Ұнды толық қоспаймыз, 2-3-ке бөліп, аз-аздан қосып отырамыз. Қамырымыз қатты болып кетпесін. Арасы 15 минуттан қамырымызды 2 рет илеп аламыз. Арасында түйір ұндар қалып қоймасы үшін осылай басып шығамыз. Қамырымыздың ие жақсы қану керек. Және 1 сағатқа демалдыртамыз. Жұмыс үстелін ұн сеуіп, қамырымызды жайып аламыз. Және қалауынша бөліп аласыз. Ыңғайыңызға қарай. Клейковинасы міне осылай дамыған. Мен 2-ге бөлдім. Қамырды жіңішке етіп кесіп алдым да, оған жапырақ тәріздес форма бердім. Қажет формасына келтіріп, оны 30 минутқа расстойкаға қойып қоямыз. Бұны қайшымен кессеңіздер де болады, қамырға арналған. Бетіне жұмыртқа жағып, күнжіт немесе мак сепсеңіздер болады. Қамырдың екінші бөлігін мен оқтаумен жайып, май мен сарымсақ араластырып, осылай кішірек бөліктерге бөліп, спираль тәрізді етіп, противеньге жайып алдым. Пешті 180 градусқа қыздырып, қызарғанша пісіріп аламыз. Маған сарымсақпен жасаған түрі өте ұнады, және оны қалыңдау істедім, өйткені жұмсағырақ шығады, сол кезде балаларға тісіне жұмсақ болып келеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, тіске басарға өте керемет нан. Ас болсын.